Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ халқының салт дәстүрлері. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Ердің күйін сұрама, жұрттан сауын сауған соң дейді дана қазақ. Бұрын кедейлер мен малаз адамдар ауқатты байлар мен жақын ағайындарынан сүтін пайдалану үшін сауынға деп құлынды бие немесе бұзаулы сиыр, кейде бірнеше қой, ешкіні де белгілі бір уақытқа сұрап алатын. Сауынға алған малдың сүтін, май, қаймағын пайдаланып, қысқа құрт, ірімшігін дайындайды. Сауын тәртібі бойынша алған адам малдың күйін төмендетпей және оның төлін де мезгілінде аман әкеліп тапсыруға кепілдік береді. Шығын болса сөз айтпай төлейді. Сауын алудың ереже тәртібі осындай, оған ешкім дау айта алмайды. Ертеректе кедейлер байлардан сауын алып күн көрген. Әдет бойынша малы бар адамдар сауын беруге міндетті болған. Бұған ел ағалары мен ақсақалдары да араласып, ауқатты кісілерді осындай жәрдемге шақырып ықпал етіп отырған. Бұл да қазаққа біткен қайырымдылық қасиеттің бір көрінісі екені анық. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар, оқушылар, төмендегі тапсырманы орындаңыздар, яғни берілген сөздерді орфоэпия нормасына сай жазып шығыңыздар. Ердің күйін бірнеше қой сұрап алады, сауынға алған малдың күйін айта алмайды, күн көрген. Бұл жерде берілген сөздердің барлығы орфографиялық нормаға сай жазылған, енді сіздер бұны орфоэпиялық нормаға сай жазып шығасыздар. Оқушылар, енді мына тапсырмаларды орындайық, суреттерге қарап оқиғаларды әңгімелеп бересіздер. Яғни бұл жердегі спорттық ойындар жайында айтасыздар. Оқушылар, енді оқу тапсырмасымен таныс болайық. Интернеттен салт дәстүрге байланысты өлең жолдарын тауып, бір шумағын дәптеріңізге жазасыз. Сондай-ақ бір сөйлеммен анықтамасын бересіздер.